Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 2 бөлім 65 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыштар, көп бұрыштар. Бірінші тапсырмада практикалық жұмыс. Бір парақ қағазды суреттегіде 2 рет бүкте, осылай бүктеу арқылы тік бұрыштың моделін жасадым. Неше тік бұрыш шықты? Бізде 16 тік бұрыш шықты. Әсінде бетісу арқылы тік бұрыштар мен тік емес бұрыштарды салыстыр. Сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші, доғал бұрыш тік бұрыштан үлкен. Екінші тапсырмада бұрыштарды салыстыр не байқадың деп тұр. Бізге мұнда бұрыштардың атын жазу керек. Бірінші суретте тік бұрыш, екінші суретте сүйір бұрыш, үшінші суретте доғал бұрыш. Үшінші тапсырма. Суретте көрсетілген бұрыштарды сыз. Бұлар қандай бұрыштар? Оларды атам. Бірінші сурет тік төрт бұрыш, екінші сурет сүйір бұрыш, үшінші сурет тік бұрыш, төртінші сурет доғал бұрыш. Төртінші тапсырма. Төбелері, бұрыштары және қабырғалары бар фигураларды атам. Өзін атаған фигураларды неше төбесі бар, неше бұрышы бар, қабырғасы нешеу. Үш бұрышта 3 төбесі, 3 бұрышы, 3 қабырғасы бар. Шаршыда 4 төбесі, 4 бұрышы, 4 қабырғасы бар. Сүйір бұрышта 1 төбесі, 1 бұрышы, 2 қабырғасы бар. Бесінші тапсырмада фигураларды ата деп тұр. Бірінші суретте 3 бұрыш, екінші суретте 4 бұрыш, үшінші суретте 5 бұрыш, төртінші суретте 6 бұрыш, бесінші суретте тік 4 бұрыш, алтыншы суретте шаршы бейнеленген. Алтыншы есепте есепті шығарамыз. Марат шамамен 45 минут, ауасы 37 минут сырғанады. Марат асуға қарағанда шамамен неше минут ұзақ сырғанады? Шешуі 45 азайту 37 8. Марат асуға қарағанда 8 минут ұзақ сырғанады. Жетінші есепте теңдеуді шығарамыз. Бірінші теңдеу 19 қосу x-тен 34. 34 азайту 19. X-тен 15. Жауабы 19 қосу 15-тен 34. Екінші теңдеу 64 азайту a-тен 31. A-тен 64 азайту 31. A-тен 33. Жауабы 64 азайту 33-тен 31. Сегізінші суретте әрбір фигура неше төбесі, неше қабырғасы, неше бұрышы бар. Тәпсірге 1 доғал бұрышы бар, 3 бұрыш және 2 доғал бұрышы бар, 4 бұрышсыз. Бірінші фигурада 3 төбесі, 3 қабырғасы, 3 бұрышы бар. Екінші фигурада 4 төбесі, 4 қабырғасы, 4 бұрышы бар. Осымен біз сабағымыз аяқтады. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.